Көлік колледжі арнайы пәндері оқытушысы Илюбаева Айжан Сәрсенғазыевна. Пәннің аты автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы. Жаңа сабақтың тақырыбы шанақ және кабина. Шанақ дегеніміз жолаушы мен жүкті тасымалдауға арналған көліктің құрамдас бөлігі. Шанақ көліктің рамасына бекітіледі. Рамасы жоқ шанақтың түрлері де болады. Оларға көліктің қалған құрамдас бөліктері бекітіледі. Ал кабина дегеніміз жұмыс істеу үшін немесе жүргізуші мен оның әріптестері орналастыру үшін арнайы қоршауланған, оқшауланған орын. Кабинаның бірнеше түрлері бар. Біріншісі жүргізуші кабинасы. Жүргізуші мен жолаушыларды орналастыру үшін қызмет ететін жүк автомобиль шанағының бөлшегі. Қозғауыш үстіндегі кабина. Қозғауыштың үстінде орнатылған жүк автомобиль шанағы. Аударылатын кабина, топсадағы жүк автомобиль кабинасы. Әдетте оның астында орналасқан қозғауышқа тиімді қамтамасыздандыру үшін сол топсалардың айналасымен ол айналады. Жататын орны бар кабина. Жүргізуші орнының артында кабинаның көлденең жатуы үшін орны бар жүк автомобилінің ұзартылған кабинасы. Ал енді жеңіл автокөліктерде кең таралған шанақ түрлерін қарастырайық. Жеңіл автокөліктердің есіктерінің санына және шатырлардың конструкциясына байланысты шанақ түрлері келесідей. Седан, 3 көлемді, 4 есігі бар көлік шанағының кең таралған түрі. Универсал, үлкен көлемді жүк тасымалдайтын орны бар жолаушылар шанағы. Келесі түрі хэтчбек. Хэтчбек универсалға ұқсас шанақ түрі. Тек қана айырмашылығы еңкейетін артқы есігінде. Сондықтан жүк салғыштың көлемі де кішірек болады. Купе. 2 немесе 3 көлемді есіктері бар жолаушылар шанағы. Бір негізгі немесе бір негізгі және бір қосымша отырғыштар қатарымен жабдықталған. Кабриолет. Жылжымалы төбесі бар шанақтың түрі. Жұмсақ жылжымалы тентпен шешілмелі бір бүйір терезелермен жабдықталған. Халықаралық классификацияға байланысты бұл көліктің бүйір терезелері түсірмелі емес, шешілмелі. Жеңіл автокөлік шанағының түрі минивэн. Минивэнде көліктің рөлі машинаның алдыңғы білігінің тура үстінде орналасқан бір көлемді жолаушыларды тасымалдауға арналған шанақ түрі. Келесі пикап. Жолаушы мен жүкті тасымалдауға арналған шанақ түрі. Жүкті орнату платформасы ашық түрде орындалған. Көлік кабинасы мен жүк салғыш стационарлы қалқамен ажыратылған. Вагон. Шанағы жабық. Жүк және жолаушы тасымалдайтын көліктің шанағы. Жолаушы мен жүк орындары бір-бірімен қалқамен ажыратылған. Және бүгін қарастыратын соңғы шанақ түрі жол талғамайтын көлік, немесе внедорожник. Жолсыз жерде клиренстің жоғарылығына байланысты алдыңғы және артқы жетекші доңғалақтарының арасында жүре алатын көлікті айтамыз. Көпшілік тілде бұл джип деп аталған. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.